Жарқайын ауданында егін жинау науқаны белсенді жалғасуда. Жергілікті фермерлер 560 мың тоннадан астам дәнді және бұршақты дақыл жинады. Ауыл шаруашылығы жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімінің деректері бойынша қазан айының басында 650,4 мың гектар егістік алқаптың 582,1 гектары шабылды, 561,6 тонна бастырылды. Өнімділігі 9,6 центнерді құрайды. Аудан бойынша егін жинау науқанына 957 бірлік астық жинайтын комбайн қатысты. Оның ішінде 322 бірлік өндірістік соңғы жылдарындағы комбайндар, астық тасуға 334 трактор және 457 бірлік автомобиль техникасы жұмылдырылған. Комбайнға жүктеме 960 гектарды құрайды. Барлық астық жинайтын комбайндардың күнделікті өндірісі 36,876 гектар. Жалпы биылғы жыл аудан шаруашылықтары үшін ауыр болмады. Мұның себебі көктем жаз мезгілінде қолайсыз ауа райы, зиянкестердің шабуылы және ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары. Бірақ уақытылы қабылданған шаралардың арқасында 3-ші сыныпқа сәйкес келетін жоғары сапалы астықтың құрайтын өнім алуға мүмкіндік туды. Зернотранс ЕА жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін биылғы жылдың қалай өткен туралы агроном Руслан Сагидалиев айтып берді. Биылғы жылы өткен қиын көптеген шаруашылықтарда бидай сыныптан тыс жұмыстарға кетті. Үміт үлкен болды, бірақ олар қарағандай көп болмады. Қазіргі уақытта біздің жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 17 мың гектарда алып тастады. Орташа өнімділігі гектарына 10 центнер. Біздің шаруа қожалығымыз негізінен 3-ші дәрежелі бидай, сапалы бидай жинайды. Өйткені олар зиянкестермен күресіп, тоттан уланады. Мемлекет бізге шерткімен күресуге көмектеседі. Осының арқасында бізде көп немесе аз өнім бар. Машина трактор паркін үнемі жаңартып отыру және техниканы жақсы жағдайда ұстау арқылы жұмыс шығынсыз және жоспарланған мерзімде өтеді. Зернотранс ЕА жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Класс және New Golden сияқты 11 заманауи астық жинайтын комбайн егін жиналады. Бұл машиналар жоғары өнімділікте, отын шығыны төмен және астық пен сабаның жоғарғы сапасында егін жинауға мүмкіндік береді. Тікелей егістікке жұмыс істейтіндер де қазіргі егіннің сапасы жоғары бағалайды. Зернотранс ЕА жауапкершілігі шектеулі серіктестігі механизаторы Данил Андреянның сөзінше, бұл ұйымда 5 жыл жұмыс істейді. Өткен жылдарға қарағанда егін жақсы, барлығына жақсы тазалау өз сыну тілеймін. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер жыл сайын дала жұмыстарын оңтайландырып қана қоймай, қызметкерлердің тұрмысы жайлы етінетін атап өткен жөн. Зернотранс ЕА сияқты ірі шаруашылықтарда далалық диірмендерде кеңсе, уақытша тұруға арналған үй-жайлар, ас үйлер, асхана, монша, электр және телефон байланысы бар. Марат Дариевтің сөзінше, ол 22 жыл жұмыс істеді. Өте керемет ұйым, бөлшектерді жеткізу уақытында жүзеге асырылады. Өмір сүру жағдайлары бізге жоғары деңгейде. Бұл жолдарда астық таситын көліктерде жеңілдікке ұстауға тырысамыз. Жалпы үлкен керемет ұйым, бастықтар өте жақсы, барлығы 1 тиынға дейін төлейді. Бізде ренжіткен жоқ, бізде бәрі жақсы. Қазір ауа райы әлде жақсы және егін жинау науқанының жақын арада аяқталуды жоспарлап отыр.